Балаңыздан мектепке барғым келмейді деген сөзді жиі естисіз бе? Ендеше осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Сәлем құрметті достар, сіздермен әсем Нұр. Бүгін сіздермен баланың мектепке барғысы келмеуінің 10 себебін айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші себеп Шырылдың оятуы. Бала тәтті ұйқыдан тұрып, даладағы ауа райына қарамастан мектепке бару әркімге ұнай бермейді. Екінші, белгісіз үрей. Үйдің есігін жапқаннан бастап балада белгісіз үрей пайда болады. Мысалы, жасаған әрекетім үшін мұғалімнен сөз естеймін бе, немесе жоғары сынып оқушысымен сөзге келіп қаламын ба деген сияқты үрейлер пайда болады. Үшінші себеп жол жүру кезінде жабырқау. Автобуста адам көп болғандықтан оқушылар кіре салысымен кондуктор арқаңдағы сөмкеңді шешіп, қолыңа ұста деп дүрсе қоя береді. Оқушы осы кезде өзін оғаш сезінеді. Төртінші, ауыр жүк. Автобустан түсе сала, сөмке үшін сөз естіген бала үшін ең ауыр жүк сөмке сияқты көрінеді. Баланың осымен ойы бөлінеді. Бесінші, жағымсыз көрші. Бала өзіне ұнамаған баламен бір партаны бөлісуі әбден мүмкін. Алтыншы, сабақтағы стресс. Мәселен, бала тапсырманың жауабын білмегенде тақтаға шығару. Жауабын білген уақытта сұрамау бала үшін өкініш сезімін тудырады. Жетінші, сабаққа деген қызығушылықтың жоқтығы. Егер сабақ креативті, қызықты болатын болса, кез келген баланың қызығуы сөзсіз. Сегізінші, мұғаліммен қарым-қатынас. Мұғалімдер баланы сынға аламын деп кей жағдайда оқушылардың мазақ болуына себеп болып жатады. Бұл баланың психологиялық денсаулығына зардабын тигізуі әбден мүмкін. Тоғызыншы, сыныптағы теңсіздік. Сыныпта старостадан басқа сыныпты басқаратын балалар болады. Бұл кез келген баланың мектептегі өміріне әсер етуі әбден мүмкін. Оныншы себеп ода бар, менде жоқ. Кейбір оқушылардың басқаларға қарағанда аяқ киімі, оқу құралдары күштірек болуы мүмкін. Бұл да бала үшін маңызды болып келеді екен. Жоғарыда айтылған нәрселердің маңыздылығы әртүрлі болғанымен, бала үшін өте маңызды. Дегенмен баланы тәрбиелеу мен дамуында баланы толғандыратын мәселеге ден қойылуы керек. Сіздермен болған әсем Нұр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен де бөлісе отырыңыз.